Сәлем қыздар, бүгінгі мастер-классымызда жаңа туылған нәрестеге арнап носки тоқитын боламыз. Ал бастамас бұрын қазақ каналын қолдап жіберіңіздер. Бұл носкиді мына өте жұмсақ Baby Alpaca деген газалдың жібінен тоқимын. Бір мотогында 50 грамм. Осы жіптің жартысы кетті. Спицияның номері 1,75. Ал тоқымамызды бастаймыз. 45 жіпті 3 спицияға бөліп теріп аламыз. Жіпіміз теріп алдық. Мына жіптің ұшын кесіп тастамаймыз. Осы жіппен келесі қатарға ауысып отырғанымызды білеміз. Ал енді соңғы жіпті 45 жіпті аламыз да, мына спицияға, сол жақтағы спицияға лақтырып, былай аттаймыз. Сол кезде екінші қатарға ауысып отырған жері байқалмай ступенька болып бөлініп тұрмайды. Видеодағы көрсеткендей тура осылай жасаймыз. Жіптің ұшынан тартып қоямыз. Сол кезде міне бірінші жібіміз енді тоқылды. Келесі жібімізді, міне бірінші жібімізді іліп аламыз. Келесі жібімізді теріс қылып тоқимыз. Одан кейін оң қылып, бір оң, бір теріс қылып резинка тоқимыз. Солай 27 қатар тоқып шығамыз. Қонышын 27 қатар қылып тоқып алдым ұзындығын. 44 жіпті 2-ге бөліп, алдына 21 жіп қалдырдым да, өкшесіне 23 жіп қалдырдым. Қазір алдында өкшені қалай шығару керек екен тоқып көрсетемін. Мына былай 9 қатар оң қылып тоқимыз да, солай өкшесін шығарамыз. Ал алдын тоқымаймыз 21 жіпті, тек өкшесін ғана тоқимыз. Қазір спициямыздағы 23 жіпті оң жағынан оң, теріс жағынан теріс қылып тоқимыз. Алдын тоқымаймыз. Солай 9 қатар тоқып шығамыз. Өкшенің 9 қатарын тоқып алдық. Міне оң жағынан оң, теріс жағынан теріс қылып 9 қатар тоқып алдым. Алдын тоқыған жоқпыз. Ал енді осы 23 жіпті 3-ке бөліп аламыз. Мына жан жағынан ортасына 9 жіп қалдырамыз да, жан жағына 7 жіп қалдырамыз. Белгілеп қойған екінші маркерге дейін барлығын оң қылып тоқимыз.
мына видеода көрсеткендей мына 9-шы жіппен қысқартамыз. Міне ортасында 9 жіп қалды. Ал арғы спицемізді оны ары қарай тоқымаймыз. Осы жерге тағы маркер іліп қоямыз, белгілеп. 6 жіп қалды. Ал енді теріс жағына ауысамыз. Бұл теріс жағынан 8 жіп теріс тоқимыз да 9-шы жіппен қысқартамыз. Тоғызыншы жіпті теріс жағынан теріс қылып қысқартамыз. Шатасып кетпес үшін маркерімізді іліп қоямыз. Бұл жағында тоқымаймыз. Тек ортасын тоқып отырамыз да, сонда жан жағынан қысқартып отырамыз. Ортадағы 9 жіпті ғана тоқып отырамыз. Тағы да көрсетемін. Қазір барлығын 8 жіпті 10 қылып тоқимыз да 9-шы жіпті қысқартамыз. 9-шы жіппен қысқартамыз. Осылай жан жағынан қысқартып отырамыз. Тек ортадағы 9 жіп қалғанға шейін бәрін осылай тоқимыз.
өкшесін шығарып алдық. Мына 9 жібіміз қалды. Енді 9 жіпті 10 қылып тоқимыз да сыртынан. Ал мына қырынан 5 жіп теріп алуымыз керек. Тоғыз жіп тоқып алдық. Ал енді мына видеодағы көрсеткендей тура осылай қырынан 5 жіп теруіміз керек. Мына 5 жіпті теріп алдық. Енді жоғар жағын айландырып тоқимыз. Жоғар жағы бір оң бір теріс резинка болып қала береді. Өйткені кішкентай баланың аяғынан түсіп кетпес үшін, подъемын ұстап тұру үшін бір оң бір теріс қылып резинка қалдырамын. 21 жіпті бір оң бір теріс қылып тоқимыз. Енді мұна қырынан тағы да 5 жіп теріп аламыз. Спицемізде 40 жіп қалды. Енді осы ыңғайлы, тоқуға ыңғайлы болу үшін 3 спицияға бөліп аламыз. Міне видеода көрсеткендей жоғар жағын бір оң бір теріс тоқимыз, ал табанын оң қылып тоқимыз. Солай 15 қатар тоқимыз. Он бес қатар тоқып алдық. Енді мына 40 жіпті теңдей қылып екіге бөліп алдық. Табанына 20 жіп, үстіңгі жағына 20 жіп.
Ал енді қысқартып бастаймыз носкиміздің ұшын. Бірінші жібімізді жай оң қылып тоқып аламыз. Екінші, үшінші жіпті біріктіріп оң қылып қысқартамыз. Видеода көрсеткендей оң қылып қысқартып алдық. Ары қарай узор бойынша бір оң бір теріс қылып тоқимыз. Соңында 3 жіп қалғанға шейін. Спицаның соңында 3 жіп қалды. Енді осы жіптерді қысқартамыз. Мына екеуін біріктіреміз видеода көрсеткендей. Оң қылып біріктіріп тоқимыз. Мына соңғы жіпті оң қылып тоқимыз. Міне үстіңгі жағын тоқып алдық. Енді табанында тура солай жасаймыз. Табан ыңғайлы тоқылу үшін 2 спицаға бөліп алдық 10 жіптен. Бірінші жіпті оң қылып тоқимыз. Мына 2 жіпті оң қылып біріктіріп қысқартамыз. Енді ары қарай барлығын оң қылып тоқимыз да, тек соңғы 3 жіп қалғанға шейін тоқи береміз. Табанның шеткі 3 жібі қалды. Міне біріктіреміз. Оң қылып, соңғы жібін оң қылып жай тоқимыз. Болды. Енді осы қатардың барлығын қысқартып алдық. Келесі қатарда қысқартпаймыз. Ештеңке барлығын үстіңгі жағын оң теріс, табанын оң қылып жай тоқып шығамыз. Сонда бір қатарын қысқартамыз, бір қатарын қысқартпай жай тоқып шығамыз. Бірінші қатарды қысқарттық, екінші қатарды қысқартпаймыз. Үшінші қатарды қысқартамыз да, төртінші қатарын қысқартпай, бесінші қатарда қысқартамыз. Алтыншы қатарды жай тоқып шығамыз. Сол алтыншы қатарға дейін тоқимыз. Міне 6 қатар тоқып алдық. Енді бұл жерде әр қатарда қысқартып отырамыз. Алдындағы видеода көрсеткендей тура солай екі жағынан, үстіңгі жағын екі жағынан, табанын екі жағынан қысқартып отырамыз. Спицамызда міне әр спицамызда 6 жіптен қалды. Енді осыны қысқартамыз. Алдында жай тоқып кеткен жіпімізді сол жіппен қысқартамыз. Міне видеода көрсеткендей тура осылай қысқартамыз. Сонда әр спицамызда 3 жіптен қалады. Табанында тура солай жасаймыз.
қысқартуларымызды жасап болдық. Енді жібіміздің сабағын сәл ұзындау қылып кесеміз да инеге сабақтап аламыз. Енді мына 6 жіптен осы сабақтап алған жібімізбен инемен өткізіп аламыз да. Осы 6 жіпті жай тарта саламыз. Спицаларымызды шығарып тастаймыз, уже қажет емес. Міне 6 жіпті тура өстіп өткізіп аламыз да, қаттырақ қылып тартамыз. Міне носкиіміз дайын болды. Мына жіптің ұшын кесіп тастамаймыз, оны теріс жағына аударамыз да. Қазір видеодағы көрсеткенде қалай тығу керегін көрсетемін. Жіптің ұшын осылай тығамыз. Сонда носкидің ұшы сөгіліп кетпейді. Мінекей, енді осы жерден артық жіпті кесіп тастасақ болады. Мына жіптің ұшында тура солай жасаймыз. Носкиіміз дайын болды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады.